Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін ақша және оның қызметтері тақырыбын қарастырамыз. Ертеректе ақша болмай тұрғанда айырбас процесі келесі формуламен жүзеге асырылатын: тауар 1 айырбасталатын тауар 2-ге. Мысалы үшін, егін шаруашылығымен айналысатын отбасы өзінің еңбек өнімін астықты мал шаруашылығымен айналысатын отбасының тауарларына айырбастайтын. Бірақ тауарлы айырбастың өзіндік кемшіліктері бар. Мысалы үшін, бірінші кемшілігі ол көп уақытты талап етеді. Немесе мал шаруашылығымен айналысатын отбасына астық керек болмаған жағдайда айырбас процесі тоқтауы мүмкін. Кейініректе адамзат басқа тауарларға еркін айырбасталынатын, эквивалент болып табылатын тауарды, ақшаны ойлап тапты. Ақшаның ресми анықтамасы: ақша жалпыға бірдей эквивалент болып табылатын ерекше актив. Демек, ақша басқа тауарларға еркін айырбасталынатын өзіндік құндылығы бар актив болып табылады. Және ақшаның пайда болуымен айырбас процесі келесі формуламен жүзеге асатын болды: тауар 1 айырбасталады ақшаға, кейінірек ақша басқа тауар 2-ге айырбасталады. Мысалы үшін, егін шаруашылығымен айналысатын отбасы өзінің астығын сатады да орнына ақша алады, және осы ақшаға өзіне қажет басқа тауарлар мен қызметтерді сатып ала алады. Ақша негізгі 5 қызметті атқарады. Бірінші қызметі айналым құралы, екінші құн өлшеу құралы, жинақтау құралы, төлем құралы және әлемдік ақша. Енді ақшаның осы қызметтерін толығырақ қарастырайық. Ақшаның бірінші қызметі ол айналым құралы. Біз қолымыздағы ақшаны дүкенде тауарлар мен қызметтер сатып алу үшін қолданған жағдайда ақша айналым құралы функциясын орындайды. Біз ақшамызды дүкенде тауарлар мен қызметтерге айырбастаймыз. Құн өлшеу құралы. Құн өлшеу құралы дегеніміз, белгілі бір тауардың құнын біз ақшаның көмегімен көрсетеміз. Мысалы үшін, дүкен сөресіндегі 1 литр сүттің бағасы 300 теңге деп, біз оның құнын ақшаның көмегімен өлшеп көрсетеміз. Немесе тәтті нанның бағасы, тәтті нанның құны 5000 теңге деп, ақшаның көмегімен көрсетеміз. Бұл сәтте ақша құн өлшеу функциясын орындайды. Ақшаның келесі қызметі ол жинақтау құралы. Бұл дегеніміз не? Егер де біз ақшаны бүгін тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жұмсамасақ, және біз оның сатып алу мүмкіндігін болашаққа қалдыратын болсақ, біз ақшаны жинақтаймыз. Демек, осы сәтте ақша жинақтау құралы ретінде пайдаланылады. Ақшаның төлем құралы дегеніміз не? Ақшаны біз банкте бір жақта төлем жасау кезіндегі функциясы төлем құралы деп аталады. Мысалы үшін, біз банкке барып, коммуналдық төлемдер үшін төлем жасайтын болсақ, немесе салықтық төлемдерді жүзеге асырған таңда, ақша төлем құралы функциясын орындайды. Әлемдік ақша функциясын әлемдік сатып алу операцияларын жүзеге асыру барысында қолданылатын ақшалар орындайды. Мысалы үшін, қазіргі таңда әлемдік нарықта алып сату транзакцияларын жүзеге асыру барысында көбінесе Америка Құрама Штаттарының ақшасы, валютасы доллар жүзеге асырады. Демек, қазіргі таңда әлемдік ақша функциясын доллар және басқа да танымал валюталар жүзеге асырады. Назарларыңызға рахмет.